Ол бізде андай болашақтан келген оружиялар. Жаңағы көрсеткендей, бұл жерде бізде өте көп болашақтан келген оружие. Міне қару-жарақ неше түрлі болашақтан келген достар. Тағы да осылай алуға болады. Және де осылай. Достар, менің инвентарьма сыймай бастады. Ассалаумалейкум достар, всем бірге мен Сантайко, және біз бастаймыз. Достар, бүгін мен обзор мода түсіретін болам. Достар, менің обзор мода түсірмегенмен көп болды. Соңғы обзор мода менде Блич деген аниме туралы сол моды Майнкрафттағы соған обзор мода жасаған болатынмын. Ол жерде шақ қана ма, сондай ғана лайк, ешкімге ұнамады. Бірақ мен бәрібір обзор моданы жалғастырамын. Бүгінгі достар, обзор модқа бізге Теджиган деген. Достар, Теджиган деген бізде мод. Ол бізде неше түрлі қару-жарақтар бізге береді. Қараңыздар, неше қару-жарақ мына жерде. Бұл мод бізге өлгенде, мысалы мобтар өлгенде, бізге осында анимация, жай бірдеме ауа шықпайды. Осында бізде пам деп атылады, андай кусочектарға десем болады, аяқтар міне басып жатыр. Міне, және достар, мына жерде көріп тұрғанда патрон көрінеді. Көріп тұрмыз біз таспен атып атқанымызды. Бұл тек қана тас емес. Міне, енді пулямен андай оқпен атайық. Опа, міне достар, көріп тұрмыз біз оқпен атуға атып жатқанымызды. Және де бізде осындай қаншама патрондар шыға бастайды. Қараңыздар. Пау. Дробовиктарды сондай. Енді дробовик X10 бірдеме деген. Бұны да достар бізде турасында дробовик, жай уроны көбірек. Келесі менің барғым келіп тұрғаны ол мына жердегі пистолеттер. Достар, бізде пистолет сияқты үш ақ қана. Бірінші бізде револьвер, достар. Револьвер осылай атады. Міне осылай неше түрлі кусочектарға сөйтіп нетеді. Револьвер күшті. Негізі перезарядкасы да бұл жерде күшті. Және керісі оружие бізде золотой револьвер деген. Достар, бізде осындай қазір көрсетейін мобтар тауылып. Міне достар, мобтар бізде. Міне золотой револьвер. Бұл жерде достар, бізде урон дарын бүкілі. Мысалы, денеге тисек, бізде урон азырақ болады. Жай тисек, онда урон көбірек болады. Денеге тисек, урон аз, басқа тисек, урон көп болады, достар, бұл жерде. Және достар, міне магниттер. Сосын келесі пистолет бізде ол жай ғана пистолет аты. Бұлардың да патрондарын үсіп қойуға болады. Обойма для пистолета, пистолетные патроны деген. Бізде бұл жерде оқтар. Керекті оружияларға кетейік. Бізде ол автоматтар. Бұл жерде
Достар кешіріңдер, бұл жерде бізде тек қана винтовкаларға ғана. Так, келесі ол бізде андай болашақтан келген оружиялар. Жаңағы көрсеткендей, бұл жерде бізде өте көп болашақтан келген оружие. Міне қару-жарақ неше түрлі болашақтан келген достар. Тағы да осылай алуға болады. Және де осылай. Достар, менің инвентарьма сыймай бастады. Бұл жердегі жарты оружие бізде болашақтан келген оружиялар. Так, астына түсірейік. Тағы да міне бар бізде. Міне мынау да болашақтан келген. Және де мынау да болашақтан келген. Және снайперка бар болашақтан келген. Міне болды. Достар, міне бүкіл болашақ ол бізге қызық емес шығар деп ойлаймын. Так, келесі ең соңғысы ол достар бізде снайперлар деуге де болады. Бізде бұл жерде бізде болып осы ғана болтовка ғана бізде снайпер бұл жерде де достар. Басқа ешқандай снайпер жоқ деуге де болады. Жарайды, осы болтовка, осына жай ғана М40 деуге де болады. Және де достар, ең соңғысы ол бізде пушкалар деуге де болады. Міне пау деп атсам, пау жарылады бүкіл. Мындай өзінен оқ лақтырады, пау деп. Міне секіреді даже достар, оқ пау. Тірілтеді да секіреді, пау. Міне пау. Және де достар, мұрт бірдеме деген жнец. Және де достар, ол бізде сындырып тастады бүкіл үйді. Осында жнец деуге де болады достар. Келесі ол бізде базука. Достар, мен жақсы көретін оружием десең. Пау деп атасында бүкіл үйді шынып шығады. Пау, бүкіл үй шынады. Так, болды достар, осымен бүкіл оружиені көрсетіп шықтым. Енді достар, броняларды көрсеттік бізге. Ол бізде 2 граната бар, бірінші көрсетіп шығайын. Ол осында граната секіре алады. Достар, қараңыздар, жерге лақтырып қалсаң секіріп кетеді. Және де ол бізде осындай граната с рукояткой деген. Тура сол граната, бірақ рукояткамен деуге де болады. Тура солай жарылады, уроны бірдей. Ближний бойдағы оружиялар бұл жерде бізде 2. Осылай 2-ін киіп кетейін. Міне, және де достар, бұл жерде бізде щиттар бар. Щит деп қойсам. Міне осында 3 щит бар.
Так, биринчиси ол бизде кичкентай гана шит. Ол бизде жаман. Міне кичкентай гана осындай шит. Сырттан көрсетейін. Ой, не болып кетті. Міне осындай терезеден жасалған шит. Келесі ол бізде осындай шит. Шит деп кеттім ғой. Осындай уже астыңғы терезесі жоқ. Ал ең соңғы шит ол бізде шитте. Осындай. Ол бізде уже мықтырақ. Мындай уже шегелері бар, сват деген бірдемесі бар. Так, келесі бізде ол осындай қылыш. Және де лом. Болды, достар. Және де келесі бізде осындай ұшатын заттар. Достар, бұл жерде ұшатын заттар деп қойсан да болады, ұшпайтын заттар деп қойсан да болады. Бұл жерде олар төртеу. Бұларды біз специально осындай жерге киеміз. Ол сосын көрсетем выживанияға кіргенде. Біріншісі ол бізде ең мықты, тез ұшатын осындай бізде антидеме устройство. Бұл мен өзім видеоларымда қолданам. Выживанияда ұшу керек болса, осыны мен қолданам. Келесі ол бізде jetpack деуге де болады. Ол да тура сондай, бірақ бізде жайырақ ұшат. Яғни бірдеме банка, ол тоже ұшат, бірақ ол одан да жайырақ ұшат. Яғни ең жай ұшатын ол осы бізде jetpack деуге де болады. Яғни достар, осындай көп блоктар бар бізде. Бізде бұл жерде өте көп рудалар бар, жаңадан оқтар жасайтын. Яғни де достар, бронялар бар. Мен кейбіреулерін ғана көрсетіп кетейін. Осылай, және де осылай. Біреуін көрсетейін, және де андай эффектный 3D броняларды көрсетейін. Міне, ой, бұл емес қой. Міне, астында отыр. Осылай, және де осылай. Міне, осылай 3D бронялар бар. Мынау броняны сіздер білетсіңдер ғой деймін. Себебі бұны мен өзім SCP-ға базасына кіркеткенде қолданғам. Және міне, бұл бізде рейнджердің несі. Бұны мен зомбиді түсіргенде кигем. Осындай күшті рейнджерлардың нелері, киімі. Және де осындай күшті 3D осындай қаларыңыздар, достар, мына жақтарын күшті 3D нелер. Және осылай нетуге болады. Қарында достар, аяқ киім мынандай. Достар, осымен бізде бітті. Көріп тұрғандар, осындай бізде зданиялар кездеседі көп деген. Жарайды, достар, осымен бізде бітті. Егер де сіздерге ролик ұнаса, лайктарыңызды басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Сантайку. Сау болыңыздар.